Сәлеметсіздер ме, құрметті курсқа қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға барлық мамандықтарға арналған физика бір курсы. Және осы курстың біз 4-ші модулінің 5-ші дәрісіне жеттік. Дәрістің тақырыбы тербелістер мен толқындар. Дайындаған физика магистрі, физика кафедрасының аға оқытушысы Алдаберген Іңкәр Ерболатқызы. Қош келдіңіздер. Дәрістің жоспары бойынша біз гармоникалық тербелістер, серпімді, квазисерпімді күштерді, теңдеулерін, тербеліс жылдамдығын, үдеуін қарастырған болатынбыз. Өткен сабақта біз осы еркін өшетін тербелістердің дифференциалдық теңдеуін қарастырған болатынбыз, және соны қайталап өтетін болсақ, еркін өшетін тербелістердің дифференциалдық теңдеуі мына түрде болады екен. d квадрат x бөлінген dt квадрат плюс 2b dx бөлінген dt плюс омега 0 квадрат тең 0. Теңдеуді шешу x тең a0 экспоненті минус b t косинус омега t плюс фи. 11-ші суреттен біз көре аламыз. Синус омега t плюс фи. Мына жерде 12-ші суретте өшетін және апериодтық тербелістер. Мұндағы тау дегеніміз сол nt релаксация уақыты. Бұл уақытта а шамасы е есе азаяды. Өлшеудің логарифмдік декременті x тербелістердің санына кері өтуіне кезінде амплитудасы е есе азаяды. X тең логарифм at бөлінген a t плюс t тең бета t тең 1 бөлінген 0. Өшетін тербелістердің жиілігі омега тең түбір астында омега 0 квадрат минус бета квадрат. Өшетін тербелістердің шартты периоды мынаған тең болады. Т тең 2π бөлінген омега. Ол тең болады 2π бөлінген түбір астында омега 0 квадрат минус бета квадрат. Еріксіз механикалық тербеліс сыртқы периодтың күшінің әсерінен болатын тербеліс. Сыртқы периодты күш мәжбүрлеуші күш деп аталады. Тербелісті жүйе қосымша берілген энергия үйкеліс салдарынан болатын энергиялық шығындарды толықтыруға жұмсалады. Егер мәжбүр күші уақыт бойынша синус немесе косинус заңы бойынша өзгерсе, гармоникалық және өшпейтін болады. Ньютонның екінші заңы x осі бойында болатын еріксіз тербелістер үшін максимум тең минус kx минус rvx плюс fx. Мұндағы fx дегеніміз ол мәжбүрлеуші күш. Еріксіз тербелістердің дифференциалдық теңдеуін талқылайтын болсақ, dx квадрат d квадрат x бөлінген dt квадрат плюс 2 бета dx бөлінген dt плюс омега 0 квадрат x. Ол тең болады f0 косинус омега t. Қалыптасқан еріксіз тербелістердің теңдеуі x тең a синус омега t плюс фи. Еріксіз тербелістердің амплитудасы мынаған тең болады. A тең F0 M бөлінген M түбір астында омега 0 квадрат плюс омега квадрат. Осы жақша ішінде барлығы квадратталады. Және плюс 4b квадрат омега квадрат. Сондықтан A F0 бөлінген M және 1 бөлінген бета болады. Тұрақты F0 M және бета кезінде
амплитудасы мәжбүр күштің айналмалымдық жиілігінің омеганың жүйесінің бос өшпейтін тербелістерінің жиілігінің омега 0 арақатынасына тәуелді болады. Резонанс дегеніміз не? Резонанс мәжбүр күштің жиілігінің омега резонанс жақындағанда еріксіз амплитудасының өсу құбылысы. 13-ші суреттен көре аламыз. Бета 1 тең 0, бета 3, бета 2-ден үлкен, бета 2, бета 1-ден үлкен. Резонанстық жиілік амплитудасының күрт өсуі байқалатын еріксіз тербелістердің жиілігі омега тең түбір астында омега 0 квадрат минус 2 бета квадрат. Резонанстық амплитуда неге тең? Резонанстық амплитуда А тең F0 бөлінген 2 бета түбір астында омега 0 квадрат плюс бета квадрат. Серпімді толқындар. Серпімді толқындар дегеніміз, серпімді ортаға салыстырылған тербелмелі дене одан барлық тарапқа тарайтын тербеліс көзі болып табылады. Берілген ортада тербелістердің таралу процесін толқын деп атайды. Толқын бір орыннан басқа орынға импульсті энергияны және фазаны тасымалдайды. Зат тасымалданбайды. Толқын қозғалыстары болу үшін тербеліс көзі болу керек, тербелістерді жеткізетін заттар немесе өріс болу керек. Толқындық теңдеу бұл өрнек тербелген нүктенің ығысуын оның координаттары мен уақыттың функциясы ретінде сипаттайды. Дельта квадрат кси тең 1 бөлінген v квадрат көбейту дельта квадрат кси бөлінген v квадрат dt квадрат. Жазық толқын теңдеуі кез келген координаттасы x нүктенің t уақыты кезінде ығысуы кси тең a косинус омега жақшашында t минус r бөлінген v кси тең a косинус омега жақшашында омега t минус kx. Толқын ұзындығы дегеніміз бірдей фазада тербелген ең жақын бөлшектердің арақашықтығын айтады. Яғни лямбда тең vt тең v бөлінген v. Ортада толқынның өшуі кезінде кси а экспоненті минус bt косинус омега жақшашында омега t минус kx. Мұндағы бета дегеніміз өшу коэффициенті. Осымен біз бүгінгі тақырыптарда толқын ұзындығын, өшу, серпімді толқындар түрлерін қарастырдық. Келесі сабақта осы толқын ұзындығы, толқын саны түсініктерін жалғастырып қарастыратын боламыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі дәрісте кездескенше.